балам мына бізде Гүлжахан айналайын, мына Ербол, Индира, Құдаша келіп отыр. Мына ағайынымызбенен Есболымыз төрге шығарып, алдағы уақытта күндерден үміт күтіп отырмыз құдағымыздан. Кешегі ата-бабаларымыз қорғап берген қазақтың жерін, халқын, елін болашақ ұстайтын осындай азаматтар жақсы білім алып, жақсы тәрбие алып, бізді қуантады деп үміттеніп отқан үміттеріміз. Осы отырған қыздарымыз, балдарымыз, келіндеріміз, Төлеған деген біздің үйде бір бастық бар, ол мұнда еңбегі зор. Сондықтан 9 майда үлкен ұлы мерекеде басқосып отырмыз. Майымен келіндер келіп жатыр. Сондықтан мереке құтты болсын. Мерекеде ол жерде мына орында 5 ауданның әкімі отырды. Айтахановтың өзі үлкен бір академия. Шалатай Мырзахмет, Құлымбет деген ағаларымыз. Ол кім Тоқбергенов деген кісі қандай азамат еді. Сондай жақсы дәм татқан шаңырақ мынау. Енді сол кісілердің жақсы қасиеттері мына екі баламызды жерімізге жұғысты болсын. Сыныптан қазақты айтады, сыныптан басқаның бәрін шығады. Жақсылыққа қарай бұрылсаң, жақсы мақсатқа жетесің. Ақ жолымыз өткенде ауданда күрестен 2 рет бас жүлде алды. Біздің тұқымымызда өзі ер жүрек, жақсы қасиеттер бар. Атамыз колхоздың осы Балтакөл, кім Ереге Гүлханым, біздің атамыз, менің әкемнің әкесі, осы жерде 33 жылы, 34 жылы осы ауылдың әкімі болған. Осы ауылдың атамыз. Атам, менің әкем, осы жерде Балтакөлді құраған кітапта бар, кітапта жазылған. Атамыз туралы да материалдар газетте тұр, архивте сақталды. Ал енді сол кісілерге негізіне тартып, атамыздың бергі кішкентай немересі Аркен, кім Есбол, ел бастарсын, е? Осылар ел бастарса, бір адам таққа мінсе, 40 адам атқа мінеді деген, е? Осылардың арқасында бізде жаман болмаймыз береке, е?